Бай үйінің төрінде отырған бір молда шариғат жолы олай, шариғат жолы былай деп, шариғат мұсылманкершіліктен сөз қозғап, өзге жұртқа кезек бермей отырады. Есік жақта отырған байдың жалшысына молданың кедей кембағалдарды кемсіте сөйлегені жақпай қалады. Жалшы: молдеке, сөзіңіз аузыңызда. Жаңа сіз кедей жоқ жұқаналар өз белінен табат деп қалдыңыз. Сонда қасиетті Құранда солай жазылған бе екен? Менің естуімше, Құранда жоқ жұқана, қарып қасірлерге садақа беріп, қарасқан сауап деп жазылған сияқты еді. Сіз төрде отырып жалған сөйлеп отырсыз дейді. Бұл сөзі шымбайына батқан молда: жап аузыңды зәнталақ, сен маған қарсы сөйлеуге қандай қақың бар деп ашу шақырады. Отырған көпшіліктің бір жағы молданы, қалған жағы жалшыны қоштап абыр-дабыр болып жатқанда олардың үстіне қасында 3-4 кісісі бар Бәйдібек би кіріп барады. Бұл не жанжал дегенде үй иесі: молдекең былай деп еді, менің жалшым оған қарсы шықты деп болған әңгіменің жайын түсіндіреді. Сонда Бәйдібек би табан астында әуелі молдаға қарап: төрде отырып теріс сөйлегенің жөн емес, көпшілік ішінде төрде отырғанда абайлап сөйлеу керек, төрді сыйлау кімге де болса парыз. Ал жігітім деп босағада отырған жалшыға қарап: есікте отырып киіз шығарғаның жөн емес, сенің сөзің уәжді болса да мына табалдырықты сыйламайсың ба? Біреудің табалдырығын аттап келіп у-шу шығару жігітке жараспайды. Ол үйдің шаңырағын сыйлау саған қарыз. Бұл сөздің түйіні енді былай болсын: төрде отырып теріс сөйлегеннен без, есікте отырып керіс сөйлегеннен без деп кесім айтып көпшілікті риза етіпті.